Жаңа жыл жердің 2-5 қаңтарда өз орбитасының күнге ең жақын перигелий атты нүктесінен өтуімен басталады. Жер күнді белгілі бір қашықтықта дөңгелек дерлік орбитамен айналатыны белгілі. Жер мен күннің орташа арақашықтығы астрономиялық бірлік деп аталады. Бірақ жер орбитасы мінсіз шеңбер емес, сондықтан кейде күнге сәл жақынырақ, ал кейде біраз алыстау боламыз. Іс жүзінде күннен қашықтығымыз жыл бойы 5 миллион километрге өзгереді. Бұл жер мен айдың арақашықтығынан 13 еседей артық. Перигелийдегі жер өз жұлдызынан 147 миллион километрде. Ал орбитаның күннен ең қашық нүктесі Афелий деп аталады. Жер 3-7 шілде шамасында Афелийге жеткенде арақашықтық 152 миллион километр болады. Бірақ мұның жыл мезгілдерінің ауысуына әсер жоқ. Мысалы, қаңтардың басында жер күнге барынша жақындағанда солтүстік жартышарда қыс, ал оңтүстік жартышарда жаз ортасы. Жыл мезгілдерінің ауысуын жер білігінің орбита жазықтығына қатысты көлбеулігі туғызады. Кестеде таяу жылдардағы перигелий, Афелий даталармен күн қашықтығы көрсетілген.